Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, дәмі керемет болып шығатын және мерекелік жаңа жылдық дастарханыңызға сән беретін керемет шырша салатының рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап жасап көрсеңіздер болады. Бізге қажетті заттар: тауық еті, сәбіз, жұмыртқа және киви. Алдын ала қажетті заттарды суда қайнатып, пісіріп, турап дайындап қойдым. Ең әуелі ыдысымызға майонезімізді жағып, үстінен алдын ала пісіріп дайындап турап қойған тауық етімізді шырша формасына келтіріп салып аламыз. Тауық етін тұзды суда пісіргендіктен арасына тұз сепкен жоқпын. Толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Тауық етінің үстінен майонезді жағып тегістеп шығамыз. Сонан соң үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді жайғастырамыз. Барлық жеріне бірдей етіп шырша формасына келтіреміз. Сонан соң оның да үстінен майонезді жағып тегістейміз. Келесі кезекте бізде қайнатылған жұмыртқа, оны да үкіштен өткізіп дайындап алдым. Сонан соң шырша формасына келтіріп жағып дайындап қоямыз. Келесі кезекте үстінен майонезді жағып, барлық жеріне бірдей етіп тегістеп жағып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді безендіруге кірісетін боламыз. Ол үшін кивиді пайдаландым. Кивиді сыртқы қабығынан тазартып, екіге бөліп, жарты дөңгелек етіп турап дайындап қоямыз. Сонан соң тура видеодағыдай салатымызды безендіреміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Ал енді салатымызды безендіруге кірісеміз. Ол үшін бізге аскөк және алма қажет болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдырсаңыздар да болады. Осымен біздің мерекелік жаңа жылдық дастарханыңызға сән беретін керемет шырша салатымыз дайын болды. Байқағандарыңыздай, құрамы өте қолжетімді, жасалуы да оңай, дәмі керемет салаттардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!